Жамбыл атындағы Ұзағаш кәсіптік колледж кітапханасында оқуға құштар колледж жоба аясында кітап достарын іздейді. Буковский акциясына қатысуға шақыртады. Букросник ағылшын тілінде кітаптың айналыста жүруі, өзін оқысан өзгеге табыс ет қағидасына негізделген кітап арасын жақындататын, кітап оқуға шақыратын қоғамдық қозғалыстардың бірі. Букросник басты мақсаты ол елдегі шарттардан басып жатқан немесе оқылған кітаптарға екінші өмір сыйлау. Оқырмандар арасында кітап оқуға алмастыру акциясы жүргізіледі. Акция ережесі: өзінен алған кітапты таңдап ал, оқыған кітапты үйге ал, қаласан оқыған кітапты досына ұсын, қаласан оқыған кітапты қайтарып ал, қаласан орнына басқа кітап әкеліп бер. Букросник идеясы ең алғаш рет ақш-та интернет технологиялық бағаны Рон Холдегер 2001 жылы ұсынған. Ол қоғамдық орында мынандай жазылуы бар кітаптар қалдырды. Бұл жоғалып кеткен кітаптар емес. Мына халықаралық сайтқа кіріп, оның бұрынғы иесін таба аласыз. 2004 жылдан бастап буккроссинг сөзі Оксфорд сөздігіне ресми түрде енгізілді. Бүгінгі күні бұл қоғамдық қозғалушылар мүшелерінің саны 1,5 миллион адамнан асады, және олардан 13 миллион кітап тіркеуге жазылыпты. Яғни буккроссинг дегеніміз не? Әлемді үлкен кітапханаға айналдыру.